Сәлем, сіздермен бірге Ти-ой. Біздің алғашқы альбомымыздың атауы «Тіл». Неліктен біз оны «Тіл» деп атадық, себебі бұл атау терең мағынаны қамтиды. Ең алдымен еліміздегі ең өзекті мәселелерінің бірі ол тіл мәселесі. Ал біз әртіс ретінде өз өнеріміз арқылы, өз әндеріміз арқылы халыққа қазақ тілінің маңыздылығын жеткізгіміз келді. Біз үшін қазақ тілінде сөйлеудің және коммуникацияның маңызы зор. Сондықтан біздің бірінші әніміз «Тілдесу» деп аталады. Тілдесу әні біздің арамыздағы қарым-қатынас жайлы. Шынайы әрі ашық түрде тілдесу біздің жақын дос болуымыздың басты себебі. Ең басында мені топқа қосқан кезде мен қыздармен достаса алмаймын деп уайымдаған болатынмын. Себебі біз бір-бірімізге мүлдем ұқсаған жоқпыз. Алайда уақыт өте келе біз бірге жұмыс істеп, бірге тұрудың барысында біз бір отбасыдай жақындасып кеттік. Яғни тілдесу біздің топ ретінде қалыптасуымызда үлкен рөлін атқарды. Ал біздің әнді тыңдап, адамдар жақындаса алады. Себебі музыка адамдарды тілсіз де біріктіреді. Тілсіз деген әніміз интроверт адамның бөліскісі келетін сезімдері, айтқысы келетін ойлары жайлы. Бірақ басқалар не деп ойлайды деген ойының кесірінен өзінің ішінде бәрін ұстайды. Әннің біздің месседжі өз сезімдерін жайлы ашық айтуға қорықпау. Ал сөйлескен сайын адамдармен жақындаса түсу оңай екендігін көрсетеді. Ал өзіңізге шынымен де жақын адамдарды тек сөзбен ғана емес, бой тілімен де түсінуге болады. Алдыңғы тілдесу және де тілсіз әндерінде біз көбінесе психология, социология жайлы айтқан болсақ, бой тілінде біз физиология жайлы айттық десем болады. Бой тілі, яғни дене тілі, ол кәдімгі тілдей, кәдімгі сөздер секілді біздің өмірімізде маңызы өте зор. Біз тіпті сөйлемей тұрып, біздің жүзімізден, іс-қимылдарымыздан, жүрісімізден бәрі көрініп тұрады. Яғни сен ашулысың ба, әлде көңілдісің бе, алдау мүмкін емес. Сонымен қатар, бұл әнде біз әр адамның есеюі жайлы, өз-өзіңнің есейгеніңді қабылдау жайлы, бұл норма екенін жеткізгіміз келген. Өз денеңізді түсіну арқылы өзіңізді де жақсырақ түсінесіз деп ойлаймыз. Біздің төртінші әніміз «Тілім» деп аталады. Бұл ән жауапкершілік туралы. Есейе сайын әрбір ойымызға, ісімізге, сөзімізге және тілімізге жауапты болу деген тақырыбы ашылады. Жақсы сөз жарым ырыс. Сондықтан біздің әндерімізді тыңдап, өз көңіл күйлеріңізді көтересіздер деп үміттенеміз. Сау болыңыздар!